Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бекет ата жас кезінде нағыз сал сері еді. Оны ауылдастары жас кезінен өте ширақ, келбетті және әрдайым көңілді жүретін жігіт ретінде есіне алады. Оның жүзіне қараған сайын бір жақтан ұстамды еркектің, бір жақтан тентек жігіттің бейнесі көрінетіндей боласын. Бекет көптің көзіне түсуін, қыз-қырғынның назарында болуды жақсы көретін. Әсіресе қыздарға келгенде Бекет ерекше шабытпен сөйлеп, аузынан шыққан әрбір сөз, мейлі ол әзіл болсын, мейлі шындық, әрдайым махаббатқа толы еді. Көрінген қызға құлай бермесе де, оны таңдаған әрбір қыз өзін ерекше сезінетін. Бекет тек өзіне ғана сөз арнап жатқандай әсер қалдырады. Бұл оның ерекше дарыны. Кейде тіпті жасанды болса да шын көрінетін қасиеті. Оның айтқан жылы сөздері, сыпайы қалжыңдары қыздардың жүрегін жаулап алады. Көп қыздар Бекеттен естіген тәтті сөздерді шын қабылдайтын. Олардың әрқайсысы Бекеттің жүрегіне жақын болуға тырысып, қанша жасандылық болса да Бекет әркіммен тіл табысу шеберлігін жетік меңгерген еді. Ол тіпті кейде өз сөздеріне өзі сеніп, сезімдері шынайы сияқты көрінетін. Бірақ оның бұл әдеті қыздарға жай ғана ойын еді. Ол ешбірін жүрегімен сүймеді. Бекеттің жүрегі әрдайым өзіне тиесілі, еркіндікті, сал серілік өмірді аңсайтын. Бекет жас кезінде қыз-қырғынды сөзбен де, әрекетпен де өзіне қарата алатын сері болса да, оның жүрегінде тек бір ғана қызға шынайы махаббат оянды. Ол қыз жетім, ешкімі жоқ, ауылдың шетінде елеусіз өмір сүріп жатқан Әлия еді. Әлияның мейірімділігі, сабырлығы мен ақылды көздері Бекетті ерекше баурап алған болатын. Басқа қыздарда емес, Әлияның жан дүниесі таза, өмірге деген көзқарасы терең болатын. Бекет оны бір көргеннен сүйіп қалды. Бірақ Әлияның жетімдігі, қарапайым өмірі оның жолын қиындатып жіберді. Бекеттің әулеті бай, атақты, жоғары, әкесі ауылдың қадірлі адамдарының бірі еді. Оның ұлының жарын таңдауда талаптары да, көзқарасы да ерекше болды. Әкесі ұлының бір жетім қызбен қосылғанын естігенде ашу-ызаға булығып қатты қарсылық білдірді. «Әй жүгірмек», деді әкесі ызалана. «Жалаң аяқ жетімді алмайсың. Біздің әулетке ондай төмен лайық емес». Бекет сүйген қызының жетім болғанына қарамастан, оның тазалығын, адалдығын, өзіне деген махаббатын бәрінен жоғары қойды. Ол әкесінің сөзіне көнгісі келмей, тәуекелге бел буып, Әлияны үйіне алып келді. Бірақ бұл әрекеті оның әкесінің қатты ашуын тудырды. Әкесі қолына белдік алып, Бекетті ұрып-соғып, еркінен айырып, әлгі жетім қызды қуып шығуға бұйрық берді. Қызды қуып жіберіп қана қоймай, оның ар-намысын таптатып, масқаралау үшін жалған өсек таратуды бұйырды. «Мына қызды үйіне жеткізіп салыңдар да, бүкіл ауылға өсек таратыңдар. Ертең барлығы білсін, оның ары таза емес екенін», дейді. Бұл сөздер үшін Бекет қатты қайғыға батты. Не істесе де өз сүйіктісін қорғауға қауқарсыз еді. Сол күннен бастап Бекеттің жүрегі жаралы болып қалды. Ал Әлияның тағдыры қасиетке толы жолға түсті. Келесі күні Әлия туралы жаман сөздер ауыл ішін шарлап кетті. Түнде Әлия құмарлығын қандыру үшін қараусыз қорада еркектерді қабылдайды екен деген жалған өсек жұрт арасында желді есіп, әркім оны сан-саққа жүгіртіп жатты. Өсекке сенгендер де, сенбегендер де болды. Әлияны білетіндердің кейбірі «Қойыңдар, Әлия ондай қыз емес, тазалығына күмән келтірмеңдер» деп, оның арын қорғап жақтасуға тырысты. Ал басқалары сүмірейіп жүріп, үндемегеннен үйде бәле шығады деген осы екен ғой. Ары таза болса, мұндай әңгіме шықпас еді деп сөгіп жатты. Әлияның жанын ауыртқан ең үлкен қасірет бұл өсектің өз ағасының құлағына жету еді. Ол жалғыз балы бауырының амандығын тілеп, өзіне көмекші, қорған болады деп сенген жалғыз ағасы бұл сөздерді естігенде ашудан өзін тоқтата алмады. Арына дақ түсіп, бүкіл ауылға масқара болған оның ашу-ызасын күшейтті. «Қалайша менің қарындасым осындай жаман атқа ие болды» деп ағасы ішінен қайнап, басына шапшап ашуланды. Алайда Әлия көз жасын тыймай, ағасына мұның жалған өсек екенін, ешқандай жаман қадам баспағанын айтып, жан ұшыра түсіндіруге тырысты. Бірақ ағасы ызадан көзге түк көрінбеді. «Жалаң сөзбен түсіндірмейсің. Түнде ғана сені Бекет алып қашты.
Сосын қайта әкеліпті, сенің арың таза болмағасын әкеп тастады деп ол ашу үстінде. Бұндай жаман сөзді ел бостан босқа шығармайды. Сен мені тірідей өлтірдің, әке-шешемізді көрінде тыныш жатқызбадың деп байғұс қызды тепкінің астына алды. Жазықсыз жауадан таяқ жеген Әлия қатты қиналдым деп ойлады. Бірақ бұл қиындығы аз екен. Жас қызға көзі түсіп жүрген Бекеттің туысы бар еді. Әйелі қайтыс болған, балалары да есейіп кеткен. Сол Қажыбай шал Әлиядан 30 жасқа үлкен. Ертеңіне Әлияның үйіне ағасына көздері жылтыңдап, құда түсіп келдім, қалың малға қанша сұрасаң да берейін деді. Әлияның ағасы қуанып кетті. Бүлінген қарындасымды келін етпек деп ойлады. Қарындасын жамандыққа қимаса да, Қажыбай қарттың әйелі етуге өлсе де келіспес еді. Бірақ оны кеш білді. Қажыбай шалда қу ғой, бар сұмдығы ішінде. Өзінің әйелі ететінін айтпады. Алдарынан өтейік деп келдік. Білесіңдер, елдер сөз етіп жатқан қызды той жасап ала алмаймын, алып қашамыз деп айтқанда келіскен. Белгіленген күні байғұс Әлияны жеңгесі күштеп алып шықты. Қанша жалынса да, есің бар ғой, дәулетті отбасыға келін боласың. Бұдан бас тартсаң, енді саған ешкім құда түспейді. Өмір бойы бұзылған қыз болып қаласың. Ағаңды өлтірмесең, бәріне көн деп Әлияны көндірді. Жеңгесінің сөзінен сәл болса да көнгендей болды. Мөлдір көздерінен жасы тамшылап төгілген қыз ішінен, «Иә, мені құтқаратын Бекеттің түрі анау» деп тағы да еріксіз жылады. Әлия ақтабалдырғын аттады. Туыстары Қажыбайға келін емес, құсын құтты болсын деп жатты. Әлия ештеңе түсіне алар емес. Кеш болды. Абысын сымақтар төсек салып Әлияны қамады. Бір кезде бөлмеге қарны салақтап Қажыбай кіріп келді. «Енді сен менің қатыным боласың» деп мырс етті. Әлияның жүрегі дүрсілдеп, денесі тітіркеніп кетті. Қажыбайдың көзіндегі суықтықты көріп, бойындағы қорқыныш күшейді. Енді не істерін білмей, көздерін жұмып, өзі үшін дұға жасады. Бірақ қолынан ештеңе келмейтінін, тұзаққа түскенін сезді. Қажыбай шал жақындаған сайын Әлияның жүрегі дүрсілдей берді. «Мен бұған лайық емеспін» деп іште шыдай алмай, көз жасын тоқтата алмады. Қажыбай оның жанында тұрғанда Әлияның жанарынан үміт сәулесі сөнді. Ертеңіне таң ата, еркін ауыл басындағы өсек аянды естігенде жүрегі алып ұшып, дереу Қажыбай шалдың үйіне барды. Жол бойы тек бір ғана оймен басын кернеп тұрды. Қарындасымды қорғай алмадым деп өзін кінәлаумен болды. Қажыбайдың есігін айқара ашып, еркін үйге ентелей кірді. Үйдің ішіндегі тыныштық оның жанын одан әрі өршітіп жіберді. Қажыбайды көрген сәтте жағасына жабысты. «Мен қарындасымды саған емес, ұлыңа бердім» деп ойладым. «Ата сақылың аузыңа түсіп, жас қызды әйел еткеніңе арланбадың ба?» деп айқайлап жатты. Қажыбай шал сабырлы қалыппен еркінге қарап, еш қобалжымай, «Қарт қожа табалдырғын аттатпаған қызды қатын қылған мақуан, мен алмасам саған масыл болады» деді. Бұл сөзді естіген еркіннің денесі мұзап, жан дүниесі күйзелді. Қарт қожа деген Бекеттің әкесі еді. Бұрыннан бері Әлия мен Бекеттің арасында бір сезім бары туралы естіген еркін енді ғана оқиғаның мән жайын түсіне бастады. «Әлия, мені кешірші, сорлағаңды кешірші» деген сөзін ғана естіді. Қажыбай шал еркінді үйіне кіргізбей, ұлдарына тепкілетіп тастады. Бекетті іздеп жүріп тапқан еркін оған барлық сұрақтарын төтесінен қойды. Ол Әлияны сүйгенімен, әкесі қарт қожаның қарсы болғанын және жалған өсек таратқанын айтып берді. Еркіннің көзіне жас толып, өзін кінәлі сезінді. Ол қарындасының өмірін қорғап қалмақ түгіл, оның қандай ауыр жағдайда екенін сезбей қалғанына қатты өкінді. Жан дүниесі қара түнекке оралып, жүрегіндегі ауыртпалықтан қалай құтыларын білмей үйіне оралды. Түнде еркін маза таппады. Оның жан дүниесі кінәлілік пен дәрменсіздік жайлады. «Мен неге бұған жол бердім? Қарындасымды қорғауым керек еді» деген ойлар басын шырмады. Өз ісіне деген өшпенділік жүрегін жегідей жеп, таңға жақын өз қорасында өз өсін дарға асып, өмірмен қош айтысты. Әлия ағасының қазасынан кейін өмірден түңілді. Әрбір таң, әрбір күн оған ауыртпалық әкеліп,
жүрегіндегі жара тереңдей берді. Қажыбай шалдың үйінде өмір сүру Әлия үшін азаптың ең биік шыңы еді. Қажыбай туыстарын қонаққа шақырғанда Әлия күтпеген бір сәтті басынан өткерді. Қонақтардың арасында Бекетті көргенде оның жүрегі дүрс етіп тоқтаусыз соға бастады. Екеуі бір-біріне ұзақ үнсіз қарады. Уақыт тоқтап қалғандай болды. Көздері бір-біріне айтқысы келген барлық сезімдер мен өкініштерді жеткізді. Екеуінің де жанарына жас толып, іштеріндегі сөздерін айта алмай қалды. Бекеттен айырылған үшін тағдырынан аулушы еді. Бірақ оны көрген соң Әлия жүрегіндегі жаралар қайта ашылып, бұл өмірден еш жұбаныш таба алмады. Бекеттен не істеп, не айтарын білмей, шарасыздықпен кетіп қалды. Сол түні кеш батты. Қажыбай шал байғұс Әлияны қызғанышпен кекке булығып аяусыз сабады. Қолындағы қамшымен әрбір соққы жасаған сайын жүрегі одан сайын қинала түсті. Бұл соққылардан кейін Әлияның тағдыры бір жола шешілді. Енді оның өмірде ұстанар жолы кетері қалмады. Қажыбайдың зұлымдығы мен ағасының қайғылы өлімі, жүрегіндегі Бекетке деген аяқталмаған махаббат бәрі біріккенде оны бұл өмірден алыстатуға итермеледі. Сол түні еш ойланбастан ол бұл ауыртпалықтан бір жола құтылуды таңдап, өзіне бақытсыз сыйлаған өмірмен қоштасты. Бекет үшін Әлияның өлімі жүрегіндегі ең ауыр жараға айналды. Ол ғашығынан айырылған сәттен бастап өз өмірін бұрынғыдай жалғастыра алмады. Әлиясыз бұл дүние бос, мағынасыз болып көрінді. Ішіндегі кінәлілік сезімі мен өкініш жүрегін жегідей жеп, оған маза бермейтін. Бекет ішімдікке салынып, сол арқылы аз болса да ауыртпалауын ұмытпақ болды. Бірақ арақ жолы оның жан жарасын тереңдетіп, Әлияны ұмыттырмады. Ішіп алған сайын Бекет Әлияның бейітінің басына барып, оны жоқтап жылайтын. Бұл жағдайды көрген әке-шешесі қатты алаңдады. Ұлдарының осылай қиналғанын көріп, ендігі жерде ауылда қалудың мағынасы жоқ екенін түсінді. Бекеттің қайғысы мен ащы естеліктері осы жерде ғана өмірін күйрететінін біліп, ата-анасы оны алып алыс қалаға көшіп кетті. Олар жаңа жерде Бекеттің жаңа өмір сыйлауға тырысты, бірақ оның жүрегіндегі жара жазылмады. Арада бірнеше жыл өтті. Уақыт өтіп жатса да, Бекеттің ішкі жан жарасы жазылмады. Әлияға деген махаббаты сөнген жоқ. Ол үйленуді ойламайтын, себебі жүрегінің түкпірінде Әлияның бейнесі мәңгілік сақталған еді. Әке-шешесі ұлдарының осылай өмірін босқа өткізіп жатқанын көріп, оған тұрмыс құруды ұсынды. Олар таныстарының қызына көз тікті. Оған жақсылық жасау үшін Бекетті үйлендіргісі келді. Ақыры ата-анасының ұзақ әңгімелері мен өтініштері арқылы Бекет келісімін берді. Бірақ бұл үйлену тек сыртқы өмірде ғана орын алды. Оның жүрегіндегі сол қалпы Әлияға тиесілі болып қалды. Үйленгеннен кейін де Бекет үшін Әлияның бейнесі күн сайын ойынан кетпеді. Бекет неге екенін өзі де түсінбейтін. Ол үйленген соң да әрдайым Әлияға ұқсас қызды іздеуді әдетке айналдырды. Әлияның жымиысы, еркін мінезі, ешкімге тәуелсіз болуы Бекетті ерекше баурап алған. Алайда олардың жолдары екіге айырылды. Бірақ Бекет ешқашан оны ұмыта алмады. Жанар оның өміріндегі тұрақты адам болып қала берсе де, Бекет ішкі бос кеңестікті сезініп, жаңа кездесулерден жұбаныш іздеуді тоқтата алмады. Бірде Жанар шыдамы таусылып, күйеуінен тағы да бір сұрақ қойды. Бекет, сен неге осылай жасайсың? Бәрі де біз үшін ғой. Мен сені сүйемін, сенің жанұяң бар. Бекет өзіне тән салқындықпен жауап берді. Сен түсінбейсің, Жанар, мен Әлияны іздеп жүрмін. Ол сияқты біреуді тапқым келеді. Мен сол махаббатты қайтарғым келеді деп салған жерден мойындады. Жанар көзіне жас алып, оны үнсіз тыңдады. Ол қанша тырысса да, Бекет үшін Әлияның орнын баса алмайтынын түсінді. Арада жылдар сырғып, Бекет ата қартайды. Өмірінің әрбір бұрылысы, жасаған қателіктері мен жіберген мүмкіндіктері оның жанын жегідей жеп, жалғыздыққа әкеп тіреді. Қара шаңырақтың ішінде ол енді үн-түнсіз ғана отырды. Өткен жылдарда әдетке айналдырған әйелдер, олардың есімі де, жүздері де есінде қалмады. Тек бір ғана бейне, Әлия, оның жүрегінде мәңгі сақталып қалды. Жалғыз ұлы көп жыл бұрын өз отбасын құрып басқа қалаға көшіп кеткен.
Кемпірі де ұлының жанына кетіп, өз тыныштығын сол жерде тапты. Бекет ата өмірінің соңғы кезеңдерінде жалғыз қалып, ішкі қайғы-мұңмен арпалысты. Ол кезде түсінді, жастық шақты Әлияға ұқсас қыздарды іздеп, бірінен соң біріне көңіл аударып, ешқашан шынайы махаббатын таба алмады. Ол жылдар бойы Әлияны алмастыратын адам табуға тырысты, бірақ ешкім оны шынайы бақытқа жеткізген жоқ. Өмір бойы өзі іздеген махаббатта, бақытта оның жанарынан алыстап кеткендей болды. Махаббатқа шөлдедім деп жүріп, шын махаббаттан айырылыппын деп өз-өзіне күбірлеп отыратын. Бекет ата бір кездері оны шын сүйген әйелі мен баласына көңіл бөлмей, басқа сезімдердің жетегінде жүріп, бар байлығынан айырылғанын енді ғана түсінді. Ол өткен өміріне қарап, өкінішпен еске алып, жастық шақтың босқа өткізгенін сезді. Енді бәрі кеш еді. Әңгіменің соңы. Менің арнама тіркеліп қойыңыздар.